Армысыздар, құрметті түлектер. Мен Нұрбол Шыныбай, ОБТ ұлы бір күндік тренингінің авторы. Бүгін мен сіздермен ОБТ-ға қатысты кеңестермен бөлісетін болам. Ендеше кеттік. ОБТ-ға дайындықты бастамас бұрын ең бірінші керек нәрсе ол декларация қабылдау. Ол қалай? Яғни сіз өзіңіз бір парақты алып, сол параққа мен 9 ай дайындаламын, 9 айдың ішінде мен мынандай пәндерді оқып, мынандай жетістікке жетуім керек, мынандай балды иеленуім керек деп жазасыз. Егер сіз сол балды иеленіп, сол балға жетпейтін болсаңыз, мысалға өзіңіз жек көретін адамға 100 мың теңге ақша бересіз, немесе 10 мың теңге ақша бересіз дегендей, немесе өзіңіз жек көретін адамға сыйлық жасауыңыз керек болады. Ну ладно. Екінші кеңес, бұл да бір декларацияның түрі, яғни бәстесу. Сіз өзіңіздің досыңызбен, немесе таныстарыңызбен, ата-анаңызбен бәстесу арқылы сабақ оқитын боласыз. Яғни 2 ай дайындаламын, 2 айдың ішінде мен 100 балға жетемін. 100 балға жететін болсам, ата-анаңыз, досыңыз сізге ақша береді, сізге немесе сыйлық береді. Ал егер сіз ол нәтижеге жетпесеңіз, сіз ата-анаңызға немесе достарыңызға өзіңіз сыйлық беретін боласыз. Үшінші кеңес. Көптеген түлектер 11-ші сынып оқушылары өздерінің ОБТ-ға дайындалатын уақытта өздерінің әлеуметтік желідегі парақшаларын өшіріп тастайды. Бұл ешқандай керек емес нәрсе. Бұл арқылы сіз өзіңіз әлеуметтік желіден немесе телефоннан тиямын деп ойламай-ақ қойыңыз. Себебі сіздің әлеуметтік желідегі парақшаларыңыз арқылы сіз көптеген сұрақтардың жауаптарын тауып, көптеген достар тауып, сол достар арқылы тесттерді талдап, сұрақтардың дұрыс жауабын іздеп дегендей ОБТ-ға керекті істермен айналыса аласыз. Сол үшін әлеуметтік желідегі парақшаларды өшіру арқылы сіз өзіңіздің телефонға деген әлеуметтік желіге деген тәуелділігіңізден құтыламын деп ойламай-ақ қойыңыз. Төртінші керек нәрсе тайм менеджмент. Яғни өзіңіздің уақытыңызды тиімді пайдалану. Сіздерге кішкентай ғана мысал келтірейін. Мысалға, бір аптаның ішінде 7 күн болатын болса, сол 7 күннің өзіңізге мына күні мына пәнге дайындаламын, мына күні мына пәнге дайындаламын деген секілді өзіңізге кесте құрып алуыңыз керек. Мысалға, сіз бірінші күні 2 пәннен дайындалатын болсаңыз, екінші күні 3 пәннен, ал үшінші күні 1 пәннен дайындалуыңыз мүмкін. Бірақ осы 7 күннің ішінде өзіңізге бір күнде демалыс ретінде сайлаңыз. Яғни 6 күн оқып, 1 күн демалатындай өзіңізге рұқсат беріңіз. Бұл сіздің қанша күн бойы оқыған сабақтарыңыздың миыңызда қорытылып, есіңізде сақталуына өте үлкен көмегін тигізеді. ОБТ-ға дайындалу үшін үйіңіздегі өзіңіздің жеке бөлмеңіз болғаны дұрыс. Себебі сіз сол жеке бөлме арқылы өзіңіз тыныштықта өзіңізбен өзіңіз отырып, ештеңеге ойыңыз бөлінбей сабақ оқи аласыз. Бірақ есіңізде болсын, сабақ оқырдың алдында әрдайым ұйқыңыз қанық болсын. Бұл бірінші ереже. Екіншісі, ешқашан, яғни сабақ оқуға аш қарынға отырмаңыз. Егер сіздің қарныңыз ашып отырса, сіз ешқандай сабақ оқи алмайсыз, және ұйқыңыз келіп отырса да, сіз оқыған сабағыңыздан ешқандай өнім шықпайды. Сондықтан әрдайым сабақ алдында ұйқыңызды қандырып, қарныңызды тойдырып алғаныңыз абзал. Келесі кеңес. Әр адамның сабақ оқу үшін өзінің режимі болады. Мысалға, біреулер түнгі уақытта оқыған жақсы көрсе, біреу таң алдында оқығанды ұнатады. Сол үшін өзіңізге сай оқу режимін қалыптастырып алыңыз. Егер сізге түнгі уақытта оқыған ыңғайлы болатын болса, онда сіз ұйқыңыздың режимін таңға қарай ауыстыратын боласыз. Ал егер сізге таң алдында оқыған ыңғайлы болатын болса, онда сіз кешке ертерек жату керек боласыз. Келесі кеңес. Ұйқы режимімен қоса өзіңізге тағы бір ыңғайлы режим таңдаңыз. Ол достарыңызбен оқу немесе өзіңіз жалғыз оқу режимі. Яғни кейбір адамдарға достарымен оқыған ыңғайлы болатын болса, кейбір адамдар жалғыз өзі отырып оқыған ыңғайлы. Сондықтан, егер сіз жалғыз өзіңіз оқыған ыңғайлы болатын болса, онда достарыңызбен оқып, өз-өзіңізді қинаудан қажеті жоқ. Келесі кеңес. Өзіңізге мақсат емес, нысана қойыңыз. Яғни сіздің мақсатыңыз ОБТ-дан жоғары балл алу болатын болса, ол сізге ешқандай өнім бермейді. Сондықтан нысана таңдағаныңыз дұрыс. Яғни ОБТ-дан нақты 115 балл алу. Сонымен достар, бүгінгі бөлім өз аяғына жетті. Алдағы бөлімде аз уақыт ішінде ОБТ-дан қалай жоғары балл алу керектігін және ОБТ-да қалай уақыт үнемдеуге болатындығы туралы айтамыз. Егер басқа да сұрақтарыңыз болатын болса, көрсетілген Instagram парақшама кіріп, сол жерден сұрасаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Нұрбол Шыныбай, нұрлы күндерде жолыққанша.